Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап ішінде адам баласы көбінесе өз басына қадір іздеп сол талапта болады. Біреуі мал қуып жатыр. Сараңдықпен, араңдықпен. Әйтеуір мал тапсам, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын. Малдының беті жарық дейтұғын мақалға сеніп халықтың түріне қарай итте болса малдың сөге алмайды. Бұл һәм пайда, һәм қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас қазақтың өз құлқына қарағанда, бірақ адамдылыққа, ақылға қарағанда қазақ түгіл көңіл жеркіне тұғыныз. Ничтожнейший из людей тот, кто не имеет стремления. Одни стремятся к почестям, другие алчат богатства. Неважно, каким образом, скаредностью или хитростью. Кто добыл богатство, тот безгрешен. Или у имущего лик светил, говорят они, и знают, что их за это никто не осудит. Видят в богатстве свое главное достоинство и честь. Судя по их извращенным нравам, так оно и есть. Но если смотреть с позиции человечности, это один из отвратительных пороков. He who is miserable among men who has no aspiration. Some long for honor and respect others for wealth, no matter how they get it, by avarice or cunning. He who has gained wealth has no sin, or he who is well off has a beaming face. That's what they say, knowing that no one is going to sentence for them. They see they are honored and married in wealth, judging by perverted ways. This is indeed so. Yet from the standpoint of humanity, this is one of the most obnoxious vices.